Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен үй жағдайында гриль тауығын дайындайтын боламыз. Өте дәмді, сочный болып шығады, және де иісі өте керемет, ароматный маринадпен дайындалатын болады. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер. Және де видеоны бастамас бұрын каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар, сонда жаңа рецептерді жіберіп алмайтын боласыздар. Ең алдымен бізге қажетті дәмдеуіштерді дайындап аламыз. Менде қара бұрыш, паприка, тауыққа арналған приправа, орегано, тұз және 4-5 тіше сарымсақ қажет болады. Басқа да сушеный чеснок, куркума сияқты дәмдеуіштерді қосуға болады. Тауықты жақсылап жуып, кептіріп дайындап аламыз. Тауықтың маринадын жасауға кірісейік. Ол үшін сарымсақты майда үккіштен өткізіп, ыдысқа саламыз. Үстіне 3 ас қасық сұйық майды құйып араластырамыз. Одан соң дәмдеуіштердің барлығын біріктіріп қосып жібереміз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Біздің маринадымыз дайын, енді оны тауықтың барлық жеріне жағып шығамыз. Жағып шықтық, енді тауықтың қанаттарын осылай артына қарай қайырып қоямыз. Аяқтарын да таяқшаның көмегімен бір-біріне айқастырып біріктіретін боламыз. Бөлме температурасында 1,5-2 сағатқа қалдырып қоямыз. Противеннің үстіне фольганы төседім. Оның үстіне біз решетканы қоятын боламыз, ал оның үстіне тауықты орналастырамыз. Тауықтан шыққан соктардың барлығы противеннің үстіне түсетін болады. Біздің тауығымыз маринадталды, енді оны пеште 200 градуста 1 сағаттай пісіріп аламыз. Біздің гриль тауығымыз дайын болды, өте дәмді, керемет болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер. Егер де рецепт ұнаған болса, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар, және де жаңа рецепттерді жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп қойыңыздар.